Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте жұмсақ әрі нәзік, дәмді болып шығатын ірімшіктерді үй жағдайында бірге дайындаймыз. Бұл ірімшікпен сіздер сырок, сырники, творожный пирог, творожный печенье секілді түрлі тәттілерді пісірсеңіздер болады. Каналдан астамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен сүтімізді ыдысымызға құйып, қатты отта пісуге жақындағанша ұстаймыз. Мінекей, қатты ысығанша, яғни сүтіміз пісуге жақындаған кезде оттың астын баяулатамыз және де айранымызды шет-шетінен аз-аздан құя отыра, біздің сүтімізді осылай тесік қалақтың көмегімен былғап бастаймыз. Осы кезде біздің сүтіміз іри бастайды, ол қалыпты жағдай. Мен осы 5 литр сүтке шамамен 300 немесе 400 мл айранды пайдаландым. Және де осы айранды сіздерге 3-ке немесе 4-ке аз-аздан бөліп құюға кеңес беремін. Сол кезде сіздердің ірімшіктеріңіз сіңір секілді созылып қатты болып қалмайды. Айранның барлығын құйып алған соң, біздің осы тұрған сұйықтығымыз тағы бір қайнауы қажет. Мінекей осылай қайнап жатқанда жақсылап араластырып, оттың асты баяу тұру қажет. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де қарайсыздар, мінекей бізде сары су енді көрініп келе жатыр. Сары су шыққанша айранды аз-аздан құясыздар. Егер де сары су шықпай жатса, демек сіздерде айран жеткіліксіз деген сөз. Менде айран жеткіліксіз болғандықтан тағы да соңына қарай аз-аздан қостым. Міне бізде ірімшік жақсы іруде. Енді осы кезде оттың астын сөндіріп, бетін жауып, ең аз дегенде 1 сағатқа немесе әбден салқындасын десеңіздер, бірнеше сағатқа қойсаңыздар болады. 1 сағаттың ішінде біздің ірімшігіміз астында, сары су үстінде осылай бөлініп тұрады. Кез келген ситаның көмегімен осылай суынан ажыратып алсаңыздар болады. Мен өзім жалпы ешқандай марлыға салып, үстін қатты ауыр затпен басып олай жасамаймын. Мінекей осылай жұп-жұмсақ, әдемі болып бірден осындай болып шығады. Мен осылай өзіме ыңғайлы қолымды жақсылап жуамын да, қолыммен сығып, суынан ажыратып, ірімшіктерді дайындап аламын. Мінекей, осымен бірден ірімшікті пайдалана берсеңіздер болады. Менің каналымда осы ірімшіктен жасалған түрлі тәттілердің, вареники секілді тағамдардың рецептісі бар, міндетті түрде кіріп қарауға кеңес беремін. Және осындай сары судың көмегімен де ірімшікті ірітуге болады. Оның да видеосы каналымда бар, міндетті түрде кіріп қараңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.